Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Өзін-өз тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгін сендермен бірге адам болам десеңіз тарауы бойынша сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз елінің патриоты болу. Сабағымыздың мақсаты өз елін сүю, отанына адал ұрпақ болу түсініктерін қалыптастыра отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Сонымен қатар елін, жерін, ұлтын сүйе білуге, мейірімділік, жанашырлық қасиеттермен бірге отан сүйгіштік қасиеттерді ұғасыздар. Сабағымызды дана сөздер айдарынан бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың дәйек сөзі ақын, әдебиет зерттеуші ғалым, түркітанушы, публицист, педагог, аудармашы, қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлының адал адам отанын сүйеді деген қанатты сөзін қарастырамыз. Дәйек сөздің мағынасын қалай түсінесіңдер, балалар? Отанға деген адалдықты қандай іс-әрекет арқылы білдіруге болады? Дәйек сөзден мынадай қорытынды шығаруға болады. Туған елі, жері үшін аянбай еңбек етіп, халқының рухани байлығын бағалай білетін асыл тұлға, ұлтын сүйетін, өз тарихын сүйетін саналы тұлға. Сабағымызды оқулықтың 107-ші бетінде бірге оқимыз айдарына берілген Құрманбай Толыбаевтың «Менің отаным» мәтінін тыңдайық. Әлі мектепке бармағанымен Бекжан әріптердің қарасын түгел таниды. Дене бітімі ашаңдау, бірақ жанары отты. Жеке сөздерді ежіктеп оқиды алады. Атасының еркесі артынан қалмайды. Кітап оқытып тыңдайды. Өз асқан ұғымтал. Үлкен кісілердің өсиеттерін есінде сақтағыш. Тәтті жеме, көп жесең түсің ауырады. Қайнамаған суды ішпе. Қолыңды жумай, дастархан басына отырма деген сияқты ескертпелерге шын сеніп, мойынсынады да бұлжытпай орындайды. Бірге ойнайтын балалардан да соны талап етеді. Біреу тәтті жесе, немесе су ішсе, қолма-қол ескерту жасайды. Сондықтан құрбылары оны білгір санайды, өнеге етеді. Бекжан айтты деп кәдімгідей ес тұтады. Атасы Бекжанның білуге құштарлығына айрықша ден қояды. Ылғи да жөн сілтеп отырады да жиі пысықтайды. Бекжан, сен кімнің баласысың? Атамның баласымын. Өзің кімсің? Қазақпын. Қайда тудың? Алматы қаласында. Отаныңды білесің бе? Білемін. Менің отаным Қазақстан. Сен қай елдің азаматысың? Қазақ елінің азаматымын. Отаныңды жақсы көресің бе? Отаным, жаным, тәнім. Ер жеткенде отаныңа қызмет етесің бе? Барлық күш-жігерімді отаныма арнаймын. Сұрақтарға жауап бергенде Бекжанның жанары нұрланып, алма беті албырап кетеді. Бейне аса егісті тыңдыратындай жайсаң сезімге бөлінеді. Бұған атасы да марқайып қалады, үміті ұшқындай түседі. Мәтіннен алған білімімізді саралап кеңейту мақсатында әңгімелесейік айдарында берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік, балалар. Отан деген сөзді естігенде қандай әсерде боласың? Отанын сүйетін адамның бойында қандай қасиеттер болады? Отан, оттандастық деген нақыл сөзді қалай түсінесіңдер? Отанға деген сүйіспеншілігіңді қалай білдіріп жүрсің? Керемет, балалар. Ендеше бүгінгі сабағымызда алған білімімізді бекіту мақсатында шығармашылық жұмыстарды ұсынамын. Ендеше оқулығымыздың 108-ші бетінде берілген бірінші тапсырмаға барлығымыз назар аударайық.
Қажетті сөздерді пайдаланып, мақал-мәтелдерді жалғастырып жазыңдар. Берілген қажетті сөздер бұлбұл, ыстық, ел болмас, ыстық, сүйкімді, алтын бесік. Келесі кезекте сабағымыздың мақсатын аша түсетін адалдық, парасаттылық туралы бейне баянды ұсынбақшымын. Кісі ақысын жеу, пара алу, халыққа тиесілі қаржыны заңсыз иемдену, жемқорлық, қоғам дамуына тежеу болып, елдің өркендеуіне кедергі келтіретін факторлар. Осыған ұқсас зиянды әрекеттерге ертеректе қазақ халқы адалдық, парасаттылық, әділдік, сенім деген ұғымдар арқылы тосқауыл бола білген. Ар мен намысты ту еткен азаматтар өзіне тиесілі болмаған дүниеге қол салмаған. Мамандар ұлттық тарихымызда сізбен біз ұялатындай сәттердің болмауын жоғарыда аталған құнды сенімдермен байланыстырады. Сонау ғасырларда қазақ даласының ата заңына айналған Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, Тәуке ханның жеті жарғысында асыл қасиеттердің сақталуына ерекше мән берілген. Сен де сол құндылықтарды сақтай отырып, жемқорлыққа жол берме. Отбасың мен жақындарың өмір сүріп отырған елдің дамуын ойла. Өзіңді сыйла. Осы бейне баяннан балалар, не түсіндіңдер? Я, балалар, керемет, жарайсыздар, дұрыс айтасыздар. Адалдық, әділдік, парасаттылық, сенімділік сияқты қасиеттерді сақтай отырып, жемқорлыққа жол бермеу еліміздің адал ұрпағы болуымыз керек. Ендеше балалар, отан, адам баласы үшін ең киелі ұғым. Осыны есте сақтайық. Адамзаттың ең асылы да, ардақтысы да, тіреуші де, сүйеніші де, сүйіспеншілік атауының бәрі өз отаны. Батырлардың елі, жер үшін күресуі, ақындардың туған жері, отаны туралы жырларын жазуы, суретшілердің өз атамекенін суреттеуі, барлығы да еліне, жеріне, туған өлкесіне деген сүйіспеншілігінен туындайды. Отан, адам үшін тек туылған жермен ғана құнды емес, сонымен қатар орманымен, нуымен, суымен, топырағымен, ата-анасы, шаңырағы, тілімен құнды. Сабағымыздың қорытындылау кезеңі де келіп жетті балалар. Ендеше бүгінгі сабақтан мейірімділік, отанға деген жанашырлық, адалдық, сенімділік, парасаттылық, отан сүйгіштік туралы білімдеріңді есте сақтаймыз. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыздың аяқталатын кезеңі де келіп жетті. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.